Студенттермен future simple қалай жасалады деп сұрағанда, олар will көмекші етістігі арқылы жасалады деп жауап береді. Және ол дұрыс. Бірақ ағылшын тілінде future simple тек will арқылы ғана жасалмайды. Ол be going to көмекші етістіктері арқылы, present continuous арқылы және will арқылы жасалады. Бүгін біз сіздермен will'дың 4 түрлі қолданысын қарастырамыз. Will сөзі ол барлық есімдіктермен бірдей қолданыла береді. I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will. Бұрындары shall қолданылатын I және we есімдіктері үшін ол қазірде қолданылады. I shall, we shall деп айтылуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда барлық есімдіктермен де will сөзі қолданылады. Will 4 түрлі кезде қолданылады. Decision, promises, offers, predictions. Біріншісі decisions. Ол шешім. Spontaneous decisions. Instant decisions. Ол дегеніміз дәл қазіргі уақытта қабылданған шешім. Бұрындары ойланып, жоспарланған емес, дәл қазіргі сәтте ғана қабылданған шешім кезінде қолданылады. Мысалы, ресторанда отырып, менюдан қарап, салат және стейк жеймін деп таңдасаңыз, сол мезетте ғана шешім қабылдадыңыз және адай ашық айтасыз. I'll have a steak. I'll have a salad. I will. Себебі шешім дәл сол мезетте қабылданды. Егер шешім бұрынырақ қабылданған болса, алдын ала жоспарланған болса, онда be going to қолданылады. Міне, be going to және will'дың айырмашылығы осында. Be going to бұрындары қабылданып қойған, жоспарланған шешімдерде, ал will дәл қазіргі, осы сәтте, осы мезетте қабылданған шешім кезінде қолданылады. Келесі мысал, мен төлей салайын, мен төлейін. Дәл қазір ғана шешіп айттық. I'll pay. Will сөзі, байқағандарыңыздай, L, double L болып қысқартылады. Және айтылған кезде I'll, he'll, she'll деп қана қысқартылып айтылады. Дәл осы сәтте оның болымсыз формасында қарастырайық. Not қосылу арқылы жасалады. Will not, бірақ көп жағдайда ол қысқартылып жазылады. Won't болып. Және дыбысталуы won't емес, won't. Ал сұрақ қою кезінде will көмекші етістігі сөйлемнің алдына келеді. Тағы бір мысал. I'm thirsty. I think I'll buy a drink. Мен шөлдеп тұрмын. Су алат шығарым деп ойлап тұрмын. Су аламын. Дәл қазір ғана ойланып айтты. Келесі will'дың екінші қолданысы ол promises, ол дегеніміз уәде беру кезінде. Мысалы, уайымдама, мен сенің құпияңды ешкімге айтпаймын. Уәде беру. Don't worry, I won't tell anybody. I won't tell anybody. Екінші мысал, мен әрқашанда сені сүйіп өтем. I'll always love you. Уәде беру. I'll always love you. Келесі offers, ол ұсыныстар. Қандайда бір ұсыныс айтатын болсақ, немесе көмектесуге ұсыныс жасасақ. Мысалы, ауыр сөмкемен кетіп бара жатқан адамға көмектесу үшін. That looks heavy. I'll help you. Сенің үй тапсырмаңды жасауға көмектесейін. I'll help you with your homework. I'll help you with your homework. Offers'қа қатысты ереже бар. Егер сөйлем сұраулы болса, тек осы жағдайда ғана shall қолданылады. Ұсыныс кезінде. Decision, promise, басқа кездері will қолданылады. Ал offer, ұсыныс кезінде, сұраулы сөйлемде, тек сұраулы сөйлемде shall қолданылады. Мысалы, терезені ашып жіберуді біз ұсыныс ретінде айтып жатырмыз. Терезе ашып жіберейін ба? Shall I open the window? Shall I? Пиццаға тапсырыс берейін бе? Shall I order a pizza? Shall I? Shall we go? Кеттік ба? Shall I close the door? Есік жауып қойайын ба? Shall we continue? Видеоны арға жалғастырайық ба? Yeah, we shall. Yeah. Және соңғысы, төртіншісі ол predictions. Prediction дегеніміз болжамдар. Prediction, be going to етістіктері арқылы да қолданылады. Және will мене қолданады. Бұл арада ешқандай айырмашылық жоқ. Be going to кезінде белгілі бір заттарға қарап біз болжам жасаймыз. Will кезінде өзіміздің сезіміміз бойынша анықтаймыз.
Сондай кішігірім ғана айырмашылық бар. Бұл команда өте жақсы дайындалып жатыр, олар жеңеді. They'll win. Ауа райына қатысты айтатын болсақ, I think it'll rain tomorrow. Мен ойлаймын, ертең жауын жауатын сияқты. I think I'll probably watch TV. Мүмкін телевизор қарайтын шығармын. Бұл сөйлемде be going to да айтылуға болады. I think I'm going to watch TV. Немесе I think I'll watch TV. Болжам. Сонымен тағы бір қайталап өтейік. Future simple үш түрлі жолмен жасалады. Will, be going to және present continuous арқылы. Оның ішіндегі will бүгінгі біз қарастырған тақырып will төрт түрлі кезде қолданылады. All decisions, яғни дәл қазіргі, дәл осы сәтте қабылданған шешім кезінде, offers, ұсыныстары кезінде, көмекке ұсыныс, promises, уәде беру кезінде, және predictions, болжамдарды айту кезінде. Сонымен болды. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер және төменіндегі қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа видеоны жіберіп алмайтын боласыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төмендегі комментарийге жазыңыздар. Келесі кездескенше, bye!